Дүние алдамшы. Алдап жібереді. Сенің главное духовно бай болуың ғой. И мен қанша семьяларды білем да, материалдық байлық вообще не важно. То есть, бай болса да материалдық байлық не важно оған. Ол главное өзінің ішкі байлығы болу керек та. Бұл дүние кімді алдамады. Мен айтқан кішкене кейде бір бауырлар бар да, дүниенің иісі шеті шықса, не болмаса дүниені бір көрсе, сонымен айналысып, бұрынғы қалыпты рухани жағдайынан төмендейтін адам да бар да. Мысалы, намазға келіп жүрдің, намазға келмейсің. Кішкене дүние пайда болса да. И ол дүние саған сен ойлансаң үшін дұрыстап тоқтап. Так, ол пайда беріп жатыр ма ол дүние саған, жоқ па? Сені мешіттен алыстатса, керек па саған ондай дүние? Негізгі мақсат біздің мешітке жақындауымыз емес па, ә? Егер сен бір дүние тауып жатсаң, ол сені мешіттен алыстатып жатса, бір сәт ойланып, тебе нужна вообще? Саған керек па бұл дүние? Ол дүние. Өйткені негізгі мақсатың сенің құлшылық және ақыретке дайындалу болатын болса.